Қайырлы күн, бүгін сіздерге софьоны печеньесін дайындап көрсетемін. Өте дәмді, үгітілмелі болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Құрамы өте қарапайым, үйде бар заттардан дайындалатын печенье. Әуелі қамырын дайындаймыз. 280 грамм ұн, 2 жұмыртқа, 80 грамм шекер, 50 грамм күнбағыс майы қажет. Ішіне салатын салмасына 300 грамм творог, 2 жұмыртқа, 70 грамм шекер, ванилин, 1 шымшым тұз қажет. Қамырын дайындайық. 2 жұмыртқаның үстіне шекерді салып, жақсылап араластырамыз. 1 шымшым тұз саламыз, бір келкі көпіргенше араластырамыз. Жұмыртқамыз әдемі көпірді. Енді үстіне ұнды салып, тағы да араластырып, қамыр илейміз. Қамырымыз өте жұмсақ, әдемі болып шығады. Дайын болған қамырды 1 сағатқа холодильникке сап қоямыз. Енді салмасын дайындаймыз. Жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп аламыз. Бір ыдысқа творогты салып, үстіне жұмыртқаның 2 сарысын салып, жақсылап араластырамыз. Енді бөлек ыдыстағы жұмыртқаның ағына 1 шымшым тұзды салып, бір келкі етіп көпіргенше аппақ көпірік болғанша айналдырамыз миксермен. Одан кейін үстіне ванилин саламыз. Тағы да араластырып, шекерді аз-аздан бөліп салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Шекерді бірден салмаймыз. Енді бағана дайындап алған творогтың үстіне осы жұмыртқаның ағын аз-аздан бөліп салып, араластырамыз. Қатты араластырмаймыз. Біздің ішіне салатын салмамыз көпірік болып әдемі тұру қажет, басылып қалмау қажет. Дайын болған печеньемізді 160-150 градуста 20-25 минут пісіріп аламыз.